Сондай бір нәрсе, өз әлі осында жүр. Сөз шегені жақсы. Бірақ мен оған айттым, сіз қонақ емессіз. Өз қазақстан келіп, блок кап деген сондай, өсте ол түсінді, болды айттым солай. Бір жерде сондайда, бірақ проблема болды маған жарыс, өйткені бәрінің контактісі менде бар. Келесі жолы мысалы ұйымдастыратын болса, бүкіл контактісі менде болса, срочно мейлі мен звондамауым мүмкін, бірақ маған біліп отырсам, мен хабар беріп отырамын, ондай нәрседе. Өмірі ренжіген жоқ, түктер ренжіген жоқ, қуанып екі езі құлағында Павлодарға кетті, өмірінде бірінші рет Қазақстанға келіп, ата-баба жерін топырақ басты, Астанаға көрем деп Астанаға кетті. Риза болды, жылады тіпті. Ана соңғы жабылу болды ғой бізде, сол Жанарбек аға шықты емес пе жаңағы? Атанған рет орыстар бөліп тастады шекара дегенде. Кім өмірі жылап жіберіпті прям, айтады ғой, жылап жібердім дейді ғой. Мен де жылап жібердім ғой өзі. Сен не важно. Өмірбек айтады, жылап жібердім дейді ғой ана жерде. Сосын соңғы қоштасқан кезде де екі жансы бүйтіп тыңдап тұр. Қимай жаңағы. Күшті болып келеді. Эмоция через край одан. Қонақ үйден тағы бірнеше рет көрдік ол кісіні жылаған. Иә, ол сондай болды да, ол ренжіген жоқ, так что оны көңілдеріңе алмаңдар нәрсені. Иә, ондай болды. Амбассадор сайлаймыз. Блоккампта ол нәрсе бар кезде бар. Мысалы Астананың амбассадоры бізде Өркен болу керек болған. Өркен өзі дұрыс амбассадор болған жоқ, себебі түсінген жоқ жаңағы. Әр көпшілік бір 10 адам ба, 10 адам бір адам басшы болу керек. Қарағандың Әбіл әкім болу керек болған. Әбіл әкіммен де алып келді қыздарды. Солай негізі бар. Бірақ басқа өңірлерден бір адам, екі адам болғаннан кейін біз ол функция енгізген жоқпыз. Келесі жылы көп адам келетін болса, бұны солай істейміз. Моңғолияда Жанарбек аға болды. Лашындар келе алмаған себебі әке-шешесі енді кішкентай болар ғой, 9-да, біреу 7, 13-ші, 4-ші класс, әке-шешесі енді нетті кішкене. Лашынның папасы ол Жанарбек. Жоқ. Басқа кісі ол. Жанарбек не? Әкесі бар. Бірақ сайқаш, бірақ сол көмектескен сияқты. Енді ол жақта қазақтар өте аз. Туыс па, өте жиі араласады. Мен почему-то ойлап қалдым, что папа. Өйткені айтады, Лашынның блогына бірдеңе салу керек еді деп айтып отырған. Ол Лашынға көмектесіп отырады жаңағы. Ол атасы Лашын бәрін хат жазып жіберіпті ғой, қолынан неде соны тастап кетті аэропортта ма қай жерде. Ойбай, сканерге түсірді. Жанарбек айтты. Так что шетелден келгендер меніңше қатты ренжу жоқ. Ең қызықты айтайын, яшықпен. Мен саттарды бір жыл бұрын оқыған блогын. Бір жыл бұрын оқып, мен оқығаннан кейін қатты толқып, саттарын жазған. New Eurasiaға жазамын деп, саттар болашақпен оқитын Ұлыбритания балалар сайтын жасап берген екен. Блогын жасап бергенде. Бітті бұл баланы қалайда мен бір планыма қойып қойғам. Иншалла баламен бір күн кездесем. Не Лондонға барсам кездесем, әйтеуір табуым керек деп, сонда мақсат қойғам ғой. Соны блог құлтай болады деген кезде Моңғолиядан келмейді деген екен, балалар бюджет артылып қалды бізде. Ал енді шақыратын адамдарым бар деп, бастал біз деймін бұны. Лондондағы бүкіл таныстарды тапсырма бердім. На бала саттар деген түрі осындай. Тауып беріңдер. Телефон тауып беріңдер, мен бұны шақырам, қалай келтірем деп. Саттардың почтасына хат жазып бердім, жауап жоқ, 0. Бір апта өтті. Уже последний момент билет уже алынып қойды. Күдердім сіздің саттар енді жоқ шығар деп. Одан өзгеден кесесі жеген қыз бар. Оны шақырдым, ол тура сол күні келе алмайтын болды. Бір аптадан кейін біз ебіл Ербол екеуміз баннердің шапқылап Алматының ішінде. Понедельник, дүйсенбі күні, уже жұма күні блоккамп болады. Адамдар уже пойызбен отырып келейін деп жатыр. Гостиница уже забронированы. Осылай мен Алматыда жүрмін. Bir жыл болды деп қой, татар қатса жүрмін. Мәссаған деймін. Алматыда жүрмін. Сразу жанында қатты қуанды. Содан саттарды батырды алып келді. Бұл екеумен кездесеға, бұл екеу көп көмектесті. Гандензросқа барды. Негізі сразу кіріп кетті ғой. Мен Алматыда болмаған жердің бәрі барып шықты ғой. Көрмеген жер осы жерде 10 жыл тұрып. Мысалы, осы компания алып берген, мысалы, скидка жасап берген бәрін осы батырмен сатты. Өте соңғы сәтте біз автопати қайда болады, препати қайда болады деп басымыз қатты жүрген кезде, осы екі Алла тағала өзі жіберді, өз оп-оңай шешіле қалды барлық сол нәрселер. Алдар. Қайтпа.